Елордадағы түзету мекемелерінде жазасын өтеушілер мерзімінен бұрын босау немесе жазасын жеңілдету сияқты мүмкіндіктерден айырылуы ықтимал. Өткен қылмыскерлер жеке тұлғалар мен мемлекетке 2,5 миллиард теңге көлемінде қаржы берешек. Ал сотталғандар осы қарыздарын өтеу үшін жұмыс істеуі тиіс. Алайда дәл осы нәпақа мәселесі бас қаладағы түрмелерде бір жолға қойылмаған. Тақырыпты Нұржан Сәдірбай жалғастырсын. Мына ұнды, одан қалды қазақи нақыштағы үстелді, және де болашақта мектеп партасы болатын мына бұйымдарды бір қарап көрсеңіз, зер салсаңыз, цехта жасағандай, бірақ олай емес. Осы бұйымдардың барлығын Нұрсұлтан іргесіндегі қоныс колониясында жазасын өтеушілер жасаған. Осы жердің басшылығымен сондай-ақ қамалғандар бізде айтар нәрсе көп дейді. Соның бір шамасын тыңдап, әдейі көзімізбен көру үшін осында келдік. ЕЦ 166-10 қоныс колониясында байқаусыздан адамды мерт қылған, жемқорлықпен ұсталған, жеңіл қылмысқа барған 800 адам жазасын өтейді. Олар түзету мекемесінде антисептик, аяқ киім, жиһаз, спорттық алаңдарға жасыл төсемелер, нан жасайды екен. Сөйтіп мекеме басшылығы өндірілген тауарды сұрағандарға сатады. Ал одан түскен қаржы сотталғандарға жылдар бойы айлық ретінде төленіп келген. Алайда коронавирус келгелі тапсырыс мөлшері төмендеген, демек жұмыста азайған. Егер тапсырыс көп болған жағдайда біз сотталғандар жұмыспен қамтимыз. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің түзету мекемелеріндегі отырған сотталғандардың 2,5 миллиард қарыздары бар. Олар жаңағы жеке тұлғаларға қарыз, мемлекеттік органдарға қарыз. Олар егер ол қарыздарын өтемесе, олар мынау мерзімнен бұрын босауға, не болмаса жазаның жеңіл түріне ауысуға мүмкіндігі болмайды. Колониядағы жазасын өтеуші азаматшаны сөзге тарттық. Жасы 50-ден асқан әйел қаржылық пирамидаға білместікпен маркетолог болып жұмысқа кіріп, 2 аптадан кейін былыққа тап болғанын түсінгенде қолға түсіпті. Сөйтіп 4 жыл 7 айға сотталған. Қазақша айтады ғой, айран жеген тұтылып, қаймақ жеген құтылып дегенде. Сол нағыз қылмыскерлерді таппады. Мен қойы бір жағы қойы өкіметіме қаншама қызмет еттім да, не қыламын, жыным келіп жатыр да, намыстанып жатырмын. Ат жөн жасырған кейіпкеріміз жесір екенін, сондай-ақ бостандықта 2 баласының қалғанын айтады. Сондықтан пирамидада алданған 800 адамға миллиондаған қарыз болса да еркіндікті аңсайды. Біз жемқорлықпен ұсталып, сотталған шенеунікпен де сөйлестік. Өмір бойы қағаз толтырған ол түрме барлығына бейімдейді екен дейді. Қол үйренді, денім сау, мемлекетке келтірген залалды өтеу керекпін, түзелу керек, сосын тездетіп бостандыққа шығып үйде болсам деймін. Қоныс колониясын аралағандар арасында мәслихаттың хатшысы да болды. Қаладағы Байқоңыр ауданының әкімі болған Алтай Көлгіновтің экс-орынбасары Ерлан Қаналимов сотталғандар ішінен бұрынғы әріптесінде кездестіріпті. Қаланың аумағында істеген жігіттер ғой, қала әкімдігінің құрамында, бөлімшелерінде, мемлекеттік мекемелерде. Таныстарыңыз ғой? Таныстарымыз, енді бәріміз әріптес болдық, кезінде істедік. Енді жаңағы жағдайларын сұрап жатқанымыз сол себепті ғой. Қалай болып жатқан жерде қарым-қатынас қалай? Не дейді өздері? Жалпы енді жұмыс істеп жатыр екен, барлығы ешқандай қажеттіліктері жоқ. Түзету мекемесінің басшысы сотталғандарды жұмыспен қамту мәселесін мәслихаттағыларға тапсырды. Өткені жоғарыда аталған бірнеше миллиард теңге берешек өтелінбесе, қылмыскерлер мерзімінен бұрын бостандыққа шығуымен жазаның жеңілдеуі екіталай. Ал қалалық депутаттар көмек беретіндерін айтты. Нұржан Сәдірбай, Жандос Манашев, Бас жаңалықтар.